аяулы ана асыл жар, әділеттің ақ туын тік ұстаған азаматша. Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері Шымкент қаласындағы Еңбекші аудандық сотының судьясы Білтебай Алтын 100 жасар қызы. Отырар телеарнасына көз түскен көрермен, бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкерімен таныс болыңыз. Бүгінгі біздің бас кейіпкеріміз Еңбекші аудандық сотының судьясы Білтебай Алтын 100 жасар қызы. Алтын, қайырлы күн. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Бүгінгі қауырт судьялардың жұмысы қауырт, сағат сайын кәдімгідей процестер бірінен соң бірі. Біздің ұсынысымызды қабыл алғаныңыз үшін рахмет айтамын. Рахмет, сіздерге де көп-көп. Әйел адамына жалпы сот саласын таңдау қиын емес па? Сот саласын таңдау ол кішкентай кезден арман ба, мақсат па? Қалай келдіңіз сотқа? Сот саласына келуімнің бірден бір себебі ол жаңағы айтқан арманның жетегінде жүрген кезден орын алған шығар. Кішкене кезден мектепте оқығанда, жоғарғы оқу орнын оқығанда судья болу, заң қызметкері болу, ол арманым еді. Сол арманның жетегінде жүріп, 2001 жылы сотқа жұмысқа тұрдым. Содан бері осы салада қызмет етіп жүрген, абыроймен қызмет етіп жүрген үлкен апаларымыз, ағаларымызды көріп, ол кісілердің еңбегін көріп, яғни судьяларды көріп, олардан үлгі алып, әрине қандай болмасын сот қызметкері секілді судья болу ол үлкен арман болды. Мінекей осылайша сот саласына келіп, едәуір жыл жұмыс атқарып жатырмыз. Қыз ғұмырыңда армандай бересің, кішкентай кезіңнен бастап әнші болуды армандап, жетегіне жете алмағандар. Не болмаса әртүрлі жағдай армандардың бәрібір үдесінен шыға алмай, тағдыр басқа жаққа, басқа бағыттап жүретін кездері болады. Бұл жағынан жолы болған азаматша деп айтсақ болар. Бұл ретте отбасының да атқаратын рөлі зор. Келсесіз ғой? Келсем, ол отбасы адам үшін, әйел азамат үшін үлкен тіреу, әсіресе жолдасың. Ол кісінің қамқорлығы болмаса, ол кісінің қолдауы болмаса, мен дәл қазіргі таңда осындай қызмет атқарып, судья болып лауазымын атқаруым екі талай еді деп ойлаймын. Ол кісіден ешқандай қарсылық көрген жоқпын. Ол кісі қашанда менің жұмысыма қиындық кедергі келтірмеу жағын ойлап, қандай да отағасы болмасын, жаңа отбасымыздың жағдайын ойлап тұрады. Сол себептен де болар, мен аса бір қиыншылық көрдім деп айта алмайын. Осы жұмысты атқарып жүріп, бұл отбасы тарапынан. Әйел адамның жалпы психологиясында дәрігерлер де айтып жатады. Жалпы психологияға осындай келеңсіз оқиғалар бәрібір де әсер етпей қоймайды деп. Сондықтан да қылмыстық оқиғаларды зерделеу барысында қандай да бір қиындыққа, психологиялық күйзелістерге тап болған кездер бола ма? Күйзеліс деп айта алмаймын, бірақ жалпы әрбір істі кез келген судья болмасын, ол ер адам, әйел адам, ол кез келген істі өзінің жүрегінен, жан дүниесінен електен өткізеді. Ол бәрібір қандай да бір әсері болады. Бірақ ол біз судья болғандықтан кез келген күйзелісті жағдайға төзіміміз мықты болу керек. Әрине оңай емес, неше түрлі, неше қиындығы, не бір істерді қарайсын, олар бойынша заңды, әділ шешім қабылдауың керек. Соның бәріне төзімділік болу керек адам. Оның ішінде әйел адам міндетті түрде төзімді болу керек деп ойлаймын. Әсері болады оның қандай да бір. Бірақ күйзеліске адам төзімділікпен қарау керек. Және де әрбір істі қарап, оған заңды, әділ шешім қабылдағаннан кейін, ол адамда бәрібір судья өзіне қанағаттанарлық сезімде болады деп ойлаймын. Өзінде солай. 2001 жылы, яғни 18 жыл бұрын сот саласына келген Алтынмен дәл қазіргі таңда сот саласында едәуір тәжірибе жинақтап қалған судья Алтын екеуінің арасында адами қасиеттерінде қандай айырмашылық бар? Әрине айырмашылық өте көп деп айта аламын. Кез келген қызмет саласы болғандықтан ол
саласы, мысалы әсіресе сот саласы, судьялық лауазым қандай бір жауапкершілікті артатын белгілі ғой. Және де өзің қызметің ол мінезіңе тікелей әсері болады. Себебі қанша дегенмен кейде жұмсақ болғым келсе де, кейде қатты болып көрінетін сияқты болып көрінемін өзіме. Қаталдық мінезге адамның өзінің қасиетіне сіңіп қалатын секілді. Себебі қанша дегенмен ол заң бойынша жүру, заңды белгілі бір принциптермен жүру, принциптерді ұстау деген секілді. Бәрібір де қандай да бір өзің адам мінезіне әсері болады, ол мамандықтың әсері болады деп ойлаймын. Әдетте мынадай бір түсінік бар. Құқық қорғау органдарында жұмыс жасайтын қызметкерлер, әсіресе ер адам болсын, әйел адам болсын, адамға деген, кез келген адамға деген сенімділік сирей түседі. Сенімділігіне селкеу түседі демекшісіз. Селкеу түседі, иә. Сеніммен қарай бермейді. Мәселен, ынты-шынтыңмен, ақ жүрегімен ақтарыла салу, сеніммен сөйлей салу деген секілді қарапайым адамдардың арасында мүмкін көбірек шығар. Ал мынау құқық қорғау органдарында істейтін азаматтардың арасында ондай қасиет сиректеп жатады. Сіз қалай қарайсыз? Бұл сөзіңіздің жаны бар. Себебі жалпы бізде психология, психика бойынша осы сабақтар өткізіліп тұрады анда-санда. Және де осынша жыл сотта жүріп, адамның психологиясын да танып қаласың. Жалпы қандай адам, ол адаммен қалай сөйлесу керек, және де қандай тақырыпта әңгіме айтуға болады. Мінекей сол тақырыпта кішкене бағдарың болады бәрібірде. Сондықтан енді кез келген адамға сенімсіздікпен қарау деген ондай менде өзімде жеке ондай жоқ, бірақ жалпы адамға қарай отырып, адамның сөзіне, адамның іс-әрекетіне қарап, соған байланысты сөз өрбітуге болады деп ойлаймын. Кез келген мен танымайтын ортада оңай сіңісіп кетемін деп айта аламын. Бірақ өзімнің лауазымымды ешқандай білдірткім келмейді. Сол кезде оңай сіңісіп кетесің. Айтқым келмейді. Айтсаң, ол кісілер басқаша көзқараспен қарап, қандай көзқараспен? Қалай өзгереді? Сондықтан мүмкіндігінше былайша айтқанда афишировать етпеуге тырысам. Қарапайым адам болып жүрген жақсы негізі. Қарапайым адам ретінде араласқан да оңайырақ деп ойлаймын. Бірақ бәрібір өзіміздің судья ретінде белгілі бір шектеулеріміз бар. Ол шектеулерден біз асып кете алмаймыз. Шектеулер өздеріңізге шектеу қоясыздар ма әйел адам ретінде? Шектеумен былай. Қалауыңыз болса да, бірақ шектеу бар. Әрине, заңмен бекітілген шектеулер бар. Белгілі бір міндеттеріміз бар. Сондықтан қоғам алдында да мына судья ретінде беделіне түсірмеу керек. Қандай да бір кінәрат түсірмеу керек. Ол да қоғам алдында үлкен жауапкершіліктің бірі. Ал жалпы өмірде басқа уақыттарда шектеу жоқ. Кәдімгі әйел анасы ретінде, балалардың анасы ретінде. Барлық жерде тәртіп пе? Тәртіппен. Енді тәртіп әрине болған дұрыс. Тәртіпсіз тәртіпке бағынған ел қол болмайды деп Бауыржан Момышұлы атамыз жайдан жай айтпаған. Сол тәртіпті болып өссе, тәртіпке бағынсақ, онда тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Отбасында отағасы тәртіптік тым талапшыл ба жоқ, әлде сіз отанасы ретінде тәртіпті талап етесіз бе көбірек? Екеумізден де тәртіпті талап ету баршылық деп ойлаймын. Өйткені екеуі де құқық қорғау органдарында. Иә, екеуміз де құқық қорғау органында, яғни ол құқық қорғау органында қызмет атқарады. Мен сот саласында қызмет атқарамын, жалпы заң саласында болғандықтан, енді тәртіпті болғанын қалаймыз. Алтын Білдебай судья, бір қоғамдағы бір рөліңіз. Әрі анасыз, 3 баланың анасы. Балаларға қаншалықты уақыт бөле аласыз қызметпен жүріп? Жалпы балаларға қолым қалт етсе, балаларға көңіл бөлуге тырысамын. Демалыс күндері. Жұмыспен қабаттасатын уақыттар болады ма? Демалыс күндері де жұмыс жасайтын кездер болады? Болады, ондай болады. Мүмкіндігінше сол демалыс күннің бір бөлігін жұмыста өткізсем, міндетті түрде бір бөлігін балалармен үйде, олардың сабағына қарап, олардың тәртібіне қарап, енді үйдің жұмыстарымен айналысам. Ол міндетті түрде. Ол мен үйге барғаннан өзім қызметіміздің бәрін жұмыста қалдырып кетеміз ғой. Мен келін болып түскен отбасым, үлкен отбасы, атамыз атын ата берейін ба? Енді ол әр үйдің өзінің салты бар, әр үйдің өзінің атамыздың атын айтпай қойм, бірақ Отырар ауданына белгілі азамат,
Әбдіқадыров Жұмахан деген кісі. Ол кісі қаншама жыл осы құқық қорғау саласында қызмет еткен, сол ауданда ішкі істер басқармасында басшы қызмет атқарған кісі. Қазіргі таңда да жұмыс істейді, нотариус болып жұмыс істейді. Сол кісінің отбасына келін болып түстім. Сол отбасыда ер балалар, менің жолдасым, ер балалардың ең үлкені, 3 бала, 4 қыз бар. Және де әрқайсысы менен кейін 2 келінім бар. Яғни балалардың бәрі үйленген қазір, қыздардың бәрі тұрмыста. Сондай үлкен отбасылымыз деп айта аламын. Генерал келінсіз ғой? Енді былайша айтқанда генерал келін деп айтуға болады, иә. Жалпы сол сізге сол істерге ұнай ма генерал келін деген? Енді жалпы мен генерал келінмін деп ешқандай бүйтіп қатты білдіртпей, ештеңкені батырып ештеңке істемейсің. Жалпы, бірақ ол келіндер өз жолын біледі, өзі сыйлап тұрады. Келсең жүгіріп алдымыздан шығып, құрақ ұшып күтіп жатады. Тұңғыш үйге келін болып түскен келін енеге жақындау болады дейді. Көп естиміз сондай пікірді. Келісесіз бе? Келісуге болатын шығар, келісу керек деп ойлаймын. Енді қанша дегенмен сен менің тұңғыш келінімсің, маған бәрің жақсы ыстықсыңдар дейді, бірақ бәрібір деп айтып жатады, атамыз да айтады, енеміз де айтады, солай айтып жатады, не істеймін. Ал қайын сіңлілермен қарым-қатынас керемет. Сіз келін болып түскенде олар кішкентай қыздар шығар? Ең кішкентайы 10 класста оқып жүретін еді. Өзім қолымда оқыды, кейін жоғары оқу орын. Ешқандай айтар кінәратым жоқ оларға. Қайын сіңлілерім бәрі қашан да маған көмек беріп, осы жұмыс істеп жүрген кезде қыздарға қарайды, бала-шағамызға қарауға көмектеседі. Тек қана маған қолғабыс көрсеткен. Өзім қызымдай болып кетті жаңа кішкентай қайын сіңлілім. Судьялардың да мәселен ойында қалып кететін, естен кетпей қалатын, немесе сондай бір тебіренген істер бола ма? Әрине болады. Бір ерекше бір есте қалатындай істер болады, кездеседі арасында. Бірақ жалпы күнделікті іс қарап жатқандықтан енді. Жайқалып тұр гүл бағы, әдемі ең сұлу қазағымның қыздары, қызғалдақтай қырдағы. Мәселен, қылмыстық іс болғаннан кейін адам тағдыры, екі тарап адам тағдыры, әрбір күннің соңында өмір тұр ғой. Оқып жатып әттеген-ай дейтін кездер бола ма? Әрине кездеседі. Оқып жатып, істі қарап жатып, әттеген-ай деген нәрселер кездеседі. Әсіресе іс бойынша сотталушы ретінде қазақтың өрімдей жап-жас қыздары, 18-ге енді толған, не болмаса кәмелетке мүлде толмаған қыздары өтіп жатса, сотталушы болып жатқан істер бойынша, сотталып жатқан істер бойынша өте шынын айтқанда қарның ашып қарап тұрып. Ішің ашиды. Болашақ ана, жап-жас қыз не себепті мұндай жағдайларға барды екен деп ойлайсың. Әр жан-жағын сұрайсың да. Ата-анаңыз бар ма? Неге бұл душар болдыңыз? Неге бұлай істедіңіз деп анықтауға тырысам. Және де көп жағдайда қарап өтсең, ол толық емес отбасылардан шыққан, жалпы осы сотталып қылмысты жасап жатқан азаматтардың көбісін қарасаң, жастарды алсаңыз, толық емес отбасыдан шыққан адамдардан байқайсың. Ал жалпы бұл, яғни ата-ананың тарапынан бақылаудың болмағанынан деп көреміз, деп есептеймін. Себебі мен бір есімде қалған бір іс бар. Сотталушы орындығында 18-ден енді асқан қыз, аяғы жүкті, 8-9 айлық болып қалған, ай күні жақындаған қыз сотталушы болып отыр. Жылап отыр өзі. Бәр кінәсін мойындап, сондағы бірнеше мәрте ұрлық жасаған. Келіп отырған қасындағы апасы. Ал анасы, апасы жылайды. Мен қызым басқа жаққа тұрмысқа шығып кеткен, осы қызды қалдырып кеткен еді маған дейді. Апасының қарауында болған қыз шамалы жаңағы жүріс алған,
және де осындай қылмыс жасауларға оның өзі де бақылаусыздық қалғандықтан себеп болды ғой деп ойлаймын. Мына осындай жайттерді көріп, өте жүрегім ауырады былайша айтқанда. Осындай істерді қарап отырып ойлаймын, мына қоғамымызда қанша дегенмен мына отбасы асыраймын, жұмыс істеймін деп жүріп, бала шағалары сырт қалып кетіп жатқан, не болмаса басқа некеге тұрмысқа шығып қалып кетіп жатқан балалардың тағдырына өте қатты алаңдаулы болу керек деп ойлаймын, үкімет тарапынан да, жалпы қоғам тарапынан. Сондай ауыр ойлар, сондай ауыр жағдайлардан кейін үйге келіп те кейде сондай ауыр ойларға берілетін кездер болады ғой. Мысалы, социалында аз кем болсақ та соның өзі кейде әсер етіп жатады. Әсер етеді әрине, бірақ мүмкіндігінше ол жұмыс, ол қызмет, мүмкіндігінше ол қызметті, барлық ойды, бәрін осы жұмыста тастауға тырысу керек. Егер күніге олай, мен күніге неше түрліс қараймыз, оның бәрін үйге алып бара берсем, онда дұрыс айтасыз. Онда ешқандай үйдің берекесі болмайтын шығар деп ойлаймын. Сіз қаншалықты сәнге мән бересіз және косметиканың сапасына қаншалықты мән бересіз? Әйел адам міндетті түрде косметика иіссусыз жүре алмайды ғой. Әрине, мен ойымша, әрбір өзін өзі сыйлайтын әйел азаматы ол өз-өзіне қарап жүру керек. Сән қоймын деп айта алмаймын, сән қуамын деп те айта алмаймын. Себебі мен сән емес, мен өзіме жарасымды киімді таңдап алғанды жақсы көремін. Әрине, оның сапасына да көңіл бөлемін, себебі бір рет қана киіп қоймайсың, оны бірнеше рет киесің, сапасына көңіл бөлемін. Косметиканың да сапасына көңіл бөлемін деп айтсам болады. Бірақ жалпы сән қойып, сән қой емеспін. Қызметтік іс-сапарға бару, қызметтік іс-сапар кезінде үйде болмайды әйел адам бәрібірде. Сол жағынан, жолдасыңыз тарапынан қызғаныш, сенімсіздік, сұрау деген секілді болмай ма? Енді кез келген ер азамат ол қызғанып жүру керек деп ойлаймын. Қызғанбаса ол әйел адам өзін керек емес секілді сезінетін шығар деп ойлаймын. Тем более күйеуі бар әйелдер үшін. Енді отбасылы әйелдер үшін. Болады анда-санда, бірақ оның бәрі өзінің бір шегі болатын шығар деп ойлаймын. Қандай да бір негіз бермесеңіз, онда тұрған ештеңке негіз бермесе, ол шектен шығып қызғанбайтын шығар деп ойлаймын. Айтады, хабарласып тұр, мен звондаймын, телефонды алып отыр деп айтады. Сабыр сақтауға болмайтын сәттер сіз үшін қандай сәттер? Мүмкіндігінше сабыр сақтауға тырысамын. Себебі біздің жұмыс барысында да солай талап етіледі. Және де ол өмірге де ол өте керек нәрсе. Мүмкіндігінше сабырлы болу керек. Ол адам өзі үшін қажет, бірінші кезекте. Қаншалықты кешірімшілсіз? Мен ойлаймын, қазір жасыңыз ұлғая келе, енді үлкейе келе, адам кешірімшіл бола беретін секілді. Ал бұрын мүмкін жастау кезінде қандай да бір қыз кезімізде көбірек жаңағы кешірім қиындау болып жүргенмен, қазіргі таңда ойлаймын, мен көп нәрсе кешіріммен қарайтын секілдімін. Ол өмірдің өзі үйрететін секілді соған. Кешірімшілдікке. Ал адал достыққа сенесіз бе? Әсіресе әйел адамдардың арасында. Әйел адамдардың арасында негізі адал достық болады ғой, неге болмасқа? Қанша досыңыз бар ондай? Достарым өте көп деп айтсам болады. Бірақ отбасылы әйел адам үшін өзің күйеуіңнен артық, жолдасыңнан артық адал дос болмайтын секілді, менің ойымша. Ең бірінші досың жолдасың. Сырласасың, ішіңдегі бар сырыңды айтасың, ойыңды айтасың. Бәрібірде жолдасың ол ең жақын құрбың секілді болып кететін секілді. Әрине оған да айтылмайтын нәрселер болады кейде. Дұрыс екен. Өзіңізге келгенде тым сараңсыз ба? Ақша жұмсау жағынан. Жоқ әлде өзіңізден аямайсыз ба? Өзімнен аямаймын деп айтамаймын, бірақ керек болып жатқан жағдайда ғана жұмсауға керек деп ойлаймын. Тек аса қажетті жағдайда. Қажет болған жағдайда. Аса емес, қажет болған жағдайда. Қажет болған жағдайда. Өзін-өзін еркелеткенді жақсы көретін әйелдер болады, өзін-өзі еркелеткенді. Ол жағынан қалайсыз? Қолым тиіп жатса еркелетіп, анда-санда жаңағы салонға барып тұруға болады, анда-санда. Салонға жиі бармаймыз. Иә. Үнемшілсіз бе?
қалай үнемдейсіз жалпы тапқан табысты? Кім үнемдейді және үйде ақшаны кім ұстайды? Жалпы менен гөрі мен жолдасым үнемшіл. Иә. Ал бірақ жалпы негізі бет қаратпай ақша жаратқан жақсы көрмеймін. Ал отбасылық бюджетті кім басқарады? Отбасылық бюджет сол жолдасым басқарады. Екеулеп басқарамыз. Жалпы былай тартып ондай жоқ бізде. Жайқалып түргіл бағы, әдемі ең сұлу қазағымның қыздары, қызғалдақтай қырдағы. Біздің хабарымызды көріп отырған кейбір сіңілеріміз деп айтайық, біздің хабарымызды көріп отырған мектеп оқушыларының арасында да судья болғысы келетін, кезінде кішкентай алтын сияқты судья мантиясын кигісі келетін қыздар армандап қарап отыруы да мүмкін. Қандай кеңес беруге болады? Арманға адал болу үшін, сол арманды мақсатқа айналдыра білу үшін. Әрине армандау қажет қой. Армандайды да кез келген адам. Ол армансыз адам, ол қанатсыз құспен тең деп айтып жатады. Сол себепті бірінші ол заңгер болу керек. Заңгер мамандығын меңгеру қажет. Және де білікті заңгер, судья атану үшін міндетті түрде өте жақсы оқу керек деп ойлаймын. Қазіргі талап өте қатал, сондықтан білімді, білікті өздері қазір мектеп уақытында біліммен айналысу керек па, тек білімін алып, жоғарғы оқу орнын өте жақсы бітіріп, оқуға мүмкіндік бар кезде тек оқумен айналысулар қажет деп ойлаймын. Ал қосымша ары қарай өзі магистратура, докторантураны бітіре берсе, ол тіптен жақсы. Ғылыми атағының болғаны, білімді болғаны, жан-жақты болғаны кез келген адамға ол артықтық етпейді деп ойлаймын. Және де осы сот саласына қызмет істеу, судья болу үшін міндетті түрде жұмыс істеу керек, сот саласында мүмкіндік болса. Және де не болмаса заң саласында 10 жылдай қызмет болу керек. Өтілу қажет. Ал сот саласында 5 жыл болу керек ол. Содан кейін ғана емтихан тапсырып, 28-ден асқаннан кейін ғана сот болады. Өзіңізге кеңес сұрап келетін қыз балалар болса, осындай судья қызметін енді бастап жатқан, немесе сот саласына жалпы енді қадам басып жатқан, қызғанышпен қарамайсыз ба? Ешқандай қызмет, бізде қызғанышпен қарау деген ондай жоқ. Біз білгенімізді бірнеше сұраса, үйретіп, көрсетіп, қалай жасау керек екен, не істеу керек екен, міндетті түрде көрсету ол бізге парыз секілді. Білген жасырып қалатын да кездер болады ғой кейбір адамдардың. Бізде ондай жоқ секілді. Мен қанша осы жаңағы айтып отқан үлкен аға буын коллегалар, ұжымдастарымыздан сұраймыз, кеңес аласын. Ешқайсысы білгенін жасырып қалып жатқандай жағдайын байқаған емесмін. Мүмкіндік болса қол ұшын беріп, көмек бергісілер кеп тұрады. Мен де өз тарапымнан солай жасаймын. Сұрап жататындар болады. Жаңағы әріптестеріміз ойын, пікіріңді, не болмаса осындай практика ұсыныс қалай, сіздерде не болып жатыр деген секілді. Міндетті түрде айтып бөлісеміз. Оны жасырып қалу деген болмайды бізде. Жайқалып түргіл бағы, әдемі ең сұлу қазағымның қыздары, қызғалдақтай қырдағы. Қыз балаларға қанша жасында тұрмыс құрған дұрыс деп ойлайсыз? Бүгінде мансап, қызмет, оқып алу керек, мансап жасау керек деген секілді түсінік бар, Қалыптасты. Заманына қарай адам деп жатады, мансап қуып, оқуды аяқтап, қандай да бір жетістікке жеткеннен кейін ғана тұрмыс құрсам екен дейтін қыздар да аз емес. Бірақ қыз балаға ең жақсы сол тұрмыс құратын жас қандай жас? Қалай ойлайсың? Жалпы қыздарға 18-ден кейін тұрмысқа шыға берген ешқандай артықтығы жоқ деп ойлаймын. Жалпы 18-ден кейін қыздар тұрмысқа шыға берсе болады деп есептеймін. Себебі ерте ата-ана атанады, ерте балалы шағал болады, және өзінің қалыпты болып қалуына да, бейнесінің қалпын сақталуына да негізі медицина тұрғысында айтады, жас ертерек тұрмысқа шығып, ерте ана атануған өздеріне пайдалы деп айтып жатады. Мен сол тұжырымды қолдаймын жалпы. 18 жастан кейін қыз баласына шыға берсін. Егер тегін тауып жатса, бақытым осы азамат деп жатса, неге шықпасқа? Ал мансап, ол білімді,
қосымша жүріп ала беруге болады деп ойлаймын. Бақытты әйел, бақытты жар, бақытты ана, бақытты қыз, бақытты келін деп айта аламыз ба? Қантабызды кім Әрине біледі? айта Және аламыз. Құдайға шүкір айтуға болады. Әрине өмірге алып келген ата-анама көп алғысымды айтам. Бірінші рахмет сол кісілерге. Одан кейін кейінгі ата-анам болып есептелетін менің жолдасымның ата-анасы, атамыз бен енемізге көп рахмет айтам. Және де болашақ мінекей үлкен азамат болып, азаматша болып, келін болып қалыптасып мына өмірде бақытты жалпы әйелмін деп айта аламын. Себебі отбасым бар, Құдайға шүкір. Балалы шағалымыз, жолдасыма көп рахмет айтам. Және жалпы әйел адамның ол бақытының бірден бір кілті отбасы және балалар деп ойлаймын. Бала ол әрбір адамның өмірінің гүлі деп айтады ғой. Сондықтан балаларымыз аман болсын, ата-аналарымыз аман болсын, барлық бауырларымыз аман болсын деп ойлаймын. Тәңір әйелге тұнық етті тамшысындай жанарды ғажайыпқа бөлу үшін жер бетін бәлкім солай өзгешелеу туылды түн қойнында тал бесікті тербетіп таң сәріде таң шығына таң сәріде таң шығына жуынды үмітінің нәзік жібін үзбеген шыңғын тызар бола алмайтын сенбесе әр күн сайын тек жақсылық іздеген біздің ғұмыр ғажайып қой ендеше. Қызғалдақты қырдағы жайқа